таза куә болған бір нәрсені айтайын. Бір танымал бір азамат жаңағындай дайындыққа өзінің баласын алып барады. Енді альхамдулилля кішкентай балалардың барлығы енді сүйкімді ғой. Мен баласымен бірге жаңа суретке түсіп, лайкы кетті дейді, комментариялар кетті, ойбай қандай сүйкімді, ойбай керемет, әдемі, андай мындай деп кетті. 1-2 сағат өтпей жаңағы асфальтқа ма бетонға құлап, ана шекесін түгел жарып, жаңағы үлкен бір жара болды. Соны дереу алып өз-өзімнен көрдім. Сондықтан да жаңағы қыз балалары болсын, әсіресе қыз балалары болсын, кішкентай балаларымызды болсын, жаңағындай салып жармамалауға ешқандай қажет өйткені әртүрлі жағдайда адам болды. Біз айттық қой, жаңағы бауырымыз айтты, көру шарт емес. Осы әлеуметтік желі арқылы көріп отыру арқылы адамның көзі тию әбден ықтимал. Сондықтан да жаңағындай әсіресе қарындас, қарагөз қарындастарымыз құлағына алтын сырға, одан кейін жаңағындай жас балаларды әлеуметтік желіде салып, оны көпке жариялаудың ешқандай қажеті жоқ. Алла тағала иншалла салих қылсын, жақсы қылсын, өсірсін, үлкенді қылсын, сүйкімді қылсын. Бірақ енді ондай жағдайға өзіміз бармауымыз қажет.